Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін біз өте дәмді әрі жұмсақ булочки дайындаймыз. Бізге ең алдымен керегі ұн, ашытқы, сүт, шекер, еріген сары май, 2 жұмыртқа және тұз. Бірінші ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Оған тұзымызды саламыз және де еріген сары майды құямыз. Сосын шекерді салып, 1 жұмыртқаны саламыз. Және екінші жұмыртқамыздың тек ағын салып, сарысын булочкидің бетіне жағуға қалдырып қоямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Араластырып болған соң, ашытқымызды салып, бұл массаны да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, ұнымызды аз-аздан салып, венчикпен араластырып отырамыз. Қамырымыз қоюланғаннан кейін, қамырымызды қолмен аз-аздан ұн сала отырып, жақсылап илейміз. Жұмсақ қамыр илеп болған соң, қамырымызды жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған тестамызды, қамырымызды алып, егер қолдарыңызға жабысып жатса, қолдан сұйық құйып жіберіп, азырақ оны бөліктерге бөлеміз. Өз қалауларыңызша үлкен қылып немесе кішірек қылып бөлсеңіздер де болады. Мен орташа 10 бөлікке бөлдім. Және де осылай домалақтап бөліктерге бөліп қоямыз. Өз қалауларыңыз бойынша булочкидің арасына нутелла немесе варенье салсаңыздар да болады. Мен ешнәрсе қоспай жасадым. Осылай барлығын домалақтап болған соң, ыдысымызға араларын алыстау қылып тізіп қоямыз. Қойып болған соң, бетін орамалмен жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін біздің тестамыз 2 есеге көтеріледі. Осы тестамыздың бетіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлығына жағып болған соң, мак немесе кунжут себулеріңізге болады. Менде мак болмағаннан кейін кунжут септім. Енді осы қамырымызды 180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкимыз дайын. Осы булочкиді жасап көріңіздер, өте дәмді, жақсы шығады.